Сәлем достар. Қартаюға әсер ететін факторлар жайлы айтатын боламыз. Сөзсіз адамның өмір салты, тамақтануы, гені, өзіне күтім жасауы, физикалық сферасы барлығы қалай қартаюына әсер етеді. Тіпті спортпен шұғылданатын адам дене бітімі ғана емес, денсаулығымен де өзін жақсы сезінеді. Дегенмен психологиялық жағы маған қызығырақ болды. Өзім ойлана келе көп адамдар анализ жасап бір тұжырымға келдім. Әр нәрсені қатты жүрекке ала бермейтін, көп уайымдамайтын, бәлкім негативті балансты ұстай алатын адамдар негізі жасынан бұрын қартаймайды. Ал біз қандаймыз? Кейде Аллаға тапсыра алмаймыз, тәуекел етпейміз. Адамдардың айтқанына қатты мән береміз. Аллаға сенім болмаған соң болмашыға уайымдай береміз. Іштей негатив бізді жей береді. Солай нерв клеткалары өле береді, түрін кетеді. Бұл жерде эмоцияны құнсыздандыру емес, әр эмоцияның орны бар, дегенмен жүрекке алмауды үйрену. Аллаға тапсыру, ауызбілияны сыбырына ермеу, үмітті үзбеу, жақсылыққа сену. Бастысы Аллахым шешімін береді деген сеніммен өмір сүруді қолға алу керек дер едім. Әсіресе адамдардың сөздерін қатты көңілге алып жатамыз. Неге біреудің сөзі біздің жүрекке тиюі керек? Одан соң стресс, одан соң денсаулық кетеді, ары қарай денсаулығыңыз алып қояды. Бізге сол керек пе? Әйел жаратылысы өте эмоционалды, оны алып тастай алмайсың. Бірақ контролды ұстай аласың. Раббыңа жақындаған сайын бәрі орнына түседі. Тіпті сұлулық ажарымызға дейін исламнан жауабын таба аласың. Бір сөзбен айтқанда, әр нәрсеге күйіп біспей, тым болмаса арасында өзіңді, денсаулығыңды ойлап қой. Эгоизм емес, денсаулығың сендегі ол аманат. Өзіңе аманат ретінде қара. Жарқырап жүр, жайнап жүр.